Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің 11 сынып оқушысы Серік Азамат Саматұлы. Бүгінгі бейнероликте менің тұрғылықты мекенімдегі экологиялық проблема туралы қозғайтын боламыз. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтуға тілі жоқ дейді қазақта. Табиғатты қорғау, оны аялау ол әрбіріміздің міндетіміз. Ал ендігі экологиялық проблема не десеңіздер? Экологиялық проблема дегеніміз ол табиғаттың адамға тигізетін, немесе көптеген жағдайда адамның табиғатқа тигізетін қолайсыз әсерлерінен пайда болатын құбылыс болып табылады. Және де біле білсеңіздер, менің тұрғылықты мекенім Құлан ауылы 80 жылдан астам тарихы бар, өте киелі мекендердің бірі болып табылады. Тарих сахнасында біздің флорамыз бен фаунамыз өте бай. Жануарлардың сан алуан түрі, табиғатымыздың әсемдігі біздің Құлан мекенімізді өте байытқан болатын. Және де құлан жылқысы өздеріңіз білетіндей қазіргі уақытта қызыл кітапқа еніп кеткен жануарлардың бірі болып табылады. Яғни ол проблема неден туындады, табиғатымыз неден ластанды, бірге білетін боламыз. Қоқыс қалдықтары қоршаған ортаны ластайтын көздердің бірі. Жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жерүсті және жерасты суларына жағымсыз әсерін тигізеді. Қоқыстардан шығатын улы газдар, химиялық элементтер біздің ауаны ластайды. Ол өз кезегінде жануарлар әлеміне, өсімдіктер әлеміне көп зиянын тигізеді. Жалпы ауыл тұрғындары үшін біз қандай мүмкіндіктер жасай аламыз? Қоқыс жәшіктерін екі топқа бөліп, жасыл түстес жәшіктерге пластик бөтелкелерін, сары түстес жәшіктерге қағаз картондарды салып, қоқыстарға да екінші өмір сыйлайық. Бұл біздің табиғатымызды ластанудан қорғайды. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті. Табиғатымызды бірге байытайық, табиғатымызды бірге қорғайық. Экологиямызды жақсы жаққа өзгертейік.